Әнет Бабатындағы орталық мешітте дәріс семинар өтті. Рухани кеште қыз-келіншектер жат ағымнан сақтанудың жолдары түсіндірілді. Келелі кездесуде дінтанушылар отбасы құндылығы мен әйел адамның қоғамдағы рөлі тақырыбында ашық әңгіме өрбітті. Бұл шараны дін істері комитеті мұрындық болуымен өтіп отыр. Жамағатты имандылыққа бағыттаған шарадан әріптесім Жанбота Рахметоллаұлы ой түйген болатын. Бұл жолға кездесудің әсіресе аналар мен қыздар үшін жөні бөлек. Семинарда Нұр-Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университетінің PhD докторы Шамшат Әділбаева жат ағымнан қорғанудың амалдары мен аспектілерін ашып айтты. Исламтанушы ғалым қатысушыларға адамзаттың асыл тәжі атанған пайғамбарымыздың хадистері мен сүннеттерінің мазмұн мағынасын тәптіштеп түсіндірді. Отбасы институты аздап бұзылып жатқан кезеңдерде әйелдердің орнын біз көтеруіміз қажет қоғамда. Ата-бабаларымыздың кезеңінде қарайтын болсақ, әйел қоғамның белгілі бір беделді мүшесі болған. Бір жар ретінде және ана ретінде қандай міндеттері бар алдында, сол мәселелерге де тоқтала кетеміз. Шарада дінтанушылар әйел жамағаттарға отбасының құндылықтарын ата-бабамыз ұстанған салт дәстүрімізбен сабақтастырып жеткізді. Жалпы рухани кешке 100-ден астам адам қатысты. Білікті ғалым нәзік жандылар қауымның қоғамдағы және діндегі рөлі тақырыбында да емен-жарқын ой бөлісті. Келелі кездесуде аналар мен арулар толғандырған сауалдарына тиісті жауап алды. Дәл осындай дәрістер қазіргі уақытта еліміздің 8 аймағында өткізілуде. Әйел адамдардың діни радикалдану үрдістері өкінішке орай тоқтамай жатыр. Ол үрдістер жүзеге асып жатыр. Сондықтан дінге енді бет бұрып жатқан қыз-келіншектерді біз дер кезінде осындай профилактикалық іс-шаралармен қамтуға тырысып жатамыз. Бұл профилактикалық іс-шаралардың мақсаты бір еліміздің бірегейлігін сақтау, тұтастығын сақтау, қыз-келіншектеріміздің жамағат-жамағатқа бөлінуін емес, бір тұтас қоғамдастық ретінде қалыптасуына септігімізді тигізу. Ал экстремизм мен терроризм қашанда өзекті мәселе. Себебі қоғамда қылаң беретін індет бүгінде әлем елдерінде қатты алаңдатып отыр. Сондықтан шым-шытырғы ағымдарға шырмалып қалмау үшін діни сауаттылықты арттыру әсте маңызды дейді республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшелері. Ашық пікір алаңына айналған мұндай кездесулер Абай ауданындағы түзеу мекемесі мен Қарағандының бірнеше оқу орындарында жалғасын тапты. Жанбота Рахметоллаұлы, Еркеолан Бейсенбекұлы, Роман Капылов, Сарыарқа телеарнасы.